Алмаштың түрінде ай, текеметтің түрінде. Анашым, көшікті берші. Мындай көшік тігу керек па? Иә. Ұнап тұр ма саған қызым жатуға? Иә. Тек бұны бірге жасаймыз қазір. Мына менің әдемі қажекейімнен қалған мата бар, содан тігеміз. Мен бастап жатыр едім. Соны аяқтап, қазір саған әдемі көкшік жасап беремін. Кел мына жерге отыра ғой қасыма. Көмектесесің маған қызым. Қазір тігеміз. Баяғыда менің әжем осылай құрақ құрауды үйреткен еді. Сол үшін менің де міндетім сендерге осылай құрақ құрауды үйрету. Баяғы ерте заманда бұрын көрпе төсек дүкенде сатпайтын болған. Сөйтіп осылай үйден әр жерден алып келген жыртыс маталардан осылай көрпе төсек осылай тігуді үйретіп жатырмын. Осылай бірден жалғап өстіп осылай тіге береміз қазір. Сонда әдемі жастық шығады бізден. Құрақ да жайлап тіге жатырмыз. Осылай құрақты құрап жақсы төсек жасауға болады. Бұны менің әжем құрақ құрауды маған үйретті. Мен қазір құрақ киім тігемін қазір. Міне, әдемі болып шықты. Қызым қара, міне, әдемі құрақ шықты міне. Осылай қылып құраймыз да, қазір сыртына, астына астар ретінде мына матадан астарын тігеміз. Сосын мына мақтамызды осының ішіне саламыз. Екеуміз бірге саламыз қазір мақтаны. Сонда әдемі жастық шығады. Міне қара қызым, әдемі жастық шықты. Енді осының ішіне ана немізді алып келіп салайық. Міне енді мынаны бір-біріне бүйтіп жапсырып тігеміз. Сонда әдемі жастық болады қазір. Осылай қыздар деген барлық қолөнердің түрін меңгерген дұрыс. Киім де тігіп білу керек, киім де өтектеп білу керек, көрпе де жамап, жыртылған жерді тігіп солай білу керек. Қыз үйінен өзге жерге біліп барса, ой, қандай керемет мына Есен Темірдің қыздары. Әкесі мен шешесі қалай үйреткен, қандай керемет қыздар деп сөйтіп барған жерінде ертең айтып отырады. Солай. Баяғыда біздің әжелеріміз сөйтіп айтып отыратын. Алашаның қыздары бізді ұятқа қалдырмайды деп отыратын. Соны үйреткеннің барлығы қазір біз өмірде қолданып жүрміз. Солай ғой да, Айсуна? Мама көп құрақ құрайды ғой да? Құрақ құрайды. Осылай бетіп тартасың, сонда теп-тегіс болып біріліп шығады. Міне қызым, әдемі жастықша тіктік. Міне құрақ деген осылай болады. Міне құрағы бар, құралады дейді. Сенің ғой да қызым? Өйстіп саған ертең өскеннен кейін осының бәрін үйрететін боламын. Үйренесің ғой енді да? Ұнады ма қызым? Жатықтыршы қане. Күшті да? Рахмет, анашым. О, жаным.